Ақпараттың қабылдау деңгейлері. Біз өмірде әр нәрсені оқимыз, үйренеміз, жасаймыз, көреміз. Осыларды үйрену барысында біздегі сол ақпараттың қабылдау деңгейлері болады. Жалпы деңгейі 6-ға бөлінеді. Оның бірінші білу, түсіну, қабылдау, анализ жасау, бағалау және құру жасау. Енді осылардың әрқайсысына тоқталайық. Оған бір қарапайым мысал алайық. Сіз ағылшын тілін үйреніп бастадыңыз делік. Тіл үйреніп, ағылшын тілі немесе белгілі бір басқа тілді үйреніп бастадыңыз делік. Бірінші алғашқы яғни деңгейін белгілі бір деңгейдесіз. Beginner, intermediate, pre-intermediate деген секілді белгілі бір деңгейдесіз. Мысалы, біздің жағдайда elementary деңгейінде деп алайық. Elementary деңгейінде сіз өзіңіздің деңгейіңізді біліп, белгілі бір курсқа немесе белгілі бір кітабын алып өзіңіз оқып бастадыңыз делік. Алғашқы тақырыбын оқып жатқан кезіңізде бірінші сізде ол тақырыпты білу, яғни мынандай тақырып бар екен, мынандай ақпарат бар екен деген секілді біліп бастайсыз. Екінші, осыны түсініп бастайсыз ары қарай. Бұл мынандай нәрсе екен ғой деген секілді. Біріншінде білу деңгейінде біз миымызды әлі қозғамаймыз, просто ол нәрсені білеміз бар екенін. Одан кейін екінші түсініп бастаймыз, миымыз кішкене қимылдап бастайды. Одан кейін үшінші ол нәрсені қолданып бастаймыз. Яғни белгілі бір сіздің оқып жатқаныңыз жетістік болуы мүмкін, немесе белгілі бір сөз болуы мүмкін, оны қолданып бастайсыз. Мына жерде қолдануға болады екен ғой деген секілді. Одан кейін оған анализ жасап бастайсыз. Бұны қандай жерде қолдануға болады, қандай жерде қолдануға болмайды. Бұны қай жерде пайдаланамыз, қай жерде пайдаланбаймыз деген секілді өзіңізге сұрақ қойып бастайсыз. Бұл уже анализ деңгейіңіз. Одан кейін төртінші, оны біз бағалап бастаймыз. Яғни бағалау деген анализ жасауға кішкене жақын, бірақ одан бөлек нәрсе. Оны қалай бағалаймыз? Мысалы, жаңа анализ жасаған кезде сұрақтар қойдыңыз, сол сұрақтардың негізінде сіз оны бағалайсыз. Бұл маған осыншалықты керек екен, немесе керек емес екен, немесе мен бұны пайдаланамын деп өзіңізге оны нақты бекітесіз. Алтыншысы ол құру жасау. Яғни сіз оны ары қарай өзіңіз сол жаңағы алған біліміңіз, жаңағы осы тақырыптан алған затыңыз бойынша құрып жасап бастайсыз, немесе осы бойынша біреумен сөйлесіп бастайсыз. Мен осыны өзім жасап көрейін, құрып көрейін, мен осыны істеп көрейін деген секілді. Немесе тағы да келесі мынандай мысал, архитектурды алайық. Үй салатын, үйдің дизайнын жақсы, формасын жасайтын архитектурды алайық. Архитектор бірінші ол білім алады, білу деңгейінде жүреді. Жалпы үйді жасайтын адам ол архитектор, немесе белгілі бір ғимаратты әдемілеп, әсемдеп жасайтын ол архитектор деп сондай білім алып бастайды. Одан кейін оны түсініп бастайды. Яғни ішіне кіреді, бұның мынандай бөлімдері бар екен, ішінде өзі бөлінеді екен деген секілді. Одан кейін оны өзі қолданып бастайды. Мен мына жерін былай қолдансам болады екен, мына жерін былай қолдансам болады екен деген секілді. Және анализ жасап бастайды. Бұны мынандай мақсаттарда пайдалануға болады екен, жалпы ғимараттарды жасайтын кезде бірінші мынандай нәрседен бастау керек, екінші мынандай этап болу керек деген секілді. Одан кейін оны бағалап бастайды. Бұл маған керек па? Керек болса қаншалықты керек? Бұдан мен қызығам ба, қызықпаймын ба? Маған бұл қаржы алып келе ме, алып келмей ме деген секілді. Соңында қолдану немесе жасау дейміз. Яғни өзі белгілі бір ғимараттың макетін сызып, белгілі бір құрылыс компаниясына беріліп, сондай ғимаратты өзі басынан бастап жасап бастайды. Яғни осындай 6 деңгейі бар екен.